Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте керемет көтерілетін бауырсақ пісіреміз. Егер де менің рецептерім ұнап жатса, каналыма кіріп, қоңырау шаны басуды ұмытпаңыздар. Үстіме алдын ала 5 минут бұрын дрожь салып қойған 5 мг. Көп пісіп тұрсын деп, енді 10 мг тұз салам. Сүт жылы болу керек. Мен дрожь салған кезде сүт жылы болғандығын. Енді 50 мг шекер салдым. 2 жұмыртқаны салам. Жақсылап араластырамыз. Масса бір келгі болғанша. Сұйық май 50 мг сұйық май құям. Араластырып, жақсылап. Жүз елу грамм ұн салам. Оның алдынан електен өткізіліп алынған. Жайлап араластырамыз. Әзірше қасықтың көмегімен араластырам. Кейін қолмен жақсылап билеу керек. Жұмсақ билеу керек. Жақсылап ұнымызды араластырып, қамырымызды қолдың көмегімен жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз иленіп болды. Енді 30 минутқа жауып, жылы жерге ашуға қоямыз. Қамырымыз керемет болып ашыды. Жақсы көтерілген бауырсағымыздың қамырын енді пісіруге дайындай береміз. Суалап. Ашаған қамырымызды ыдыстан түсіріп аламыз да, суалаймыз. Қамырымызды 4 суалаға бөліп домалақтап аламыз да, 10 минутқа жауып қоямыз көтерілу үшін. 10 минут өткеннен кейін қамырымызды бірден өстіп жайып аламыз. Жайылған қамырымызды осындай кішірек бокалдың көлемімен дөңгелек ойып аламыз. Өйткені біздің бауырсағымыз дөңгелек болады. Төртбұрышты емес. Осылай бәрін дөңгелектеп ойып аламыз. Дөңгелектеп ойғаннан кейін арасында қалып жатқан қамырды қайтадан суалап жаюға болады. Қазір аламын міне. Осыны қайтадан суалап, қайтып жайып дөңгелеп кесуге болады. Енді легінге салып, бетін жауып, 10 минутқа қойсақ болады көтерілуге. Қызып тұрған майымызға осылай бауырсақтарымызды салып аламыз, қуырып. Екінші бетін ауыстырып. Осылай дөңгелеп айналмай жатса, нан шолпының көмегімен басып, қатты көтеріп кеткен кезде екінші бет айналмай қалуы да мүмкін да. Сол кезде нан шолпының көмегімен басып тұруға болады. Осылай қып-қызыл болып піседі. Бауырсақ неғұрлым жұмсақ илейтін болсақ, сосын үйлеп болып жайғаннан кейін 10 минутке тағы да дөңгелектеп алғаннан кейін жауып қойып көтергізіп алсақ, осындай әдемі болып көтерілетін болады бауырсақ. Бауырсақты жайып сразу пісіре салмау керек. Жаңағыдай мен сияқты 10 минут көтергізіп қоятын болсаңыз, осындай топ-домалақ көтерілген бауырсақ болады. Өстіп бәрін қуырып аламыз. Бауырсақты үзіп көрсетем. Іші үлбіреген, қып-қызыл піскен, дәмі керемет бауырсақ. Достар, егер де сіздерге менің бауырсақ пісірудегі рецептім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, қоңырау шаны басуды ұмытпаңыздар.